кезіндегі Ресей империясының отаршыл саясатына қарсы күрескен мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы, қазақ халқының 1837-1847 жылдардағы ұлт-азаттық қозғалысының көсемі, Кенесары ханның сенімді серігі, жасағының белді ұйытқысы, кемеңгер қолбасшы Баһадүр Иман Дулатұлының туғанына биыл 245 жыл толды. Иман Дулатұлы 1916 жылғы орыс патшасының Юн жарлығына қарсы ұйымдастырылған ұлт-азаттық көтерілісінің бас сардары, халық батыры Амангелді Үдербайұлы Имановтың үлкен атасы. Ол Торғай өңірінен сарбаз жинап, 1838 жылы Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліске өз жасағымен қосылып, Ұлытау, Ырғыз, Торғай далаларындағы ұрыстарда, Ақмола, Айдарлы, Көгалажар, Байтоқ маңындағы шайқастарда ерекше ерлік көрсеткен. Сонымен қатар шайқас алдында қабылданатын маңызды шешімдерге ықпал етіп, хан кеңесінде әскери ғана емес, әлеуметтік және саяси мәселелер бойынша да кеңесші қызметін атқарған. Хан Кене Иманның жасақ алдындағы беделін ерекше көтеріп, есімін атамай, Айеке, Көсемкөк, Бозжорға деп құрметпен атап, әр жорықта жеңіспен оралғанда, Айекем осы жолы да тағы да жеңіспен келді, аман келді деп мақтана отырған екен. Осы құрметке сай Иман батыр да ханға берген сертіне адал, дұшпанына қатал, қашанда хан жасағының бірлігі мен ынтымағын сақтауға көп күш жұмсаған. Сол көтеріліске қатысқан ақындардың жырларында хан Кененің Иманның жауынгерлік өнері мен тәжірибесін аса жоғары бағалағанын, Иман бастаған іс пен жорықтар әрқашан абыройлы әрі жеңісті болғанын баяндайды. 1847 жылы Кенесары ханның қырғыз манаптарымен болған Кекілік тауындағы шешуші шайқаста бірқатар қазақ батырлары аттарының басын кері бұрғанда, Иман батыр хан Кенеге берген сертім бар, соңғы демім қалғанша бірге болам деп, бірге туған бауырлары Тауық, Қарауыл, Көлбай, ұлдары Бердалы және Ержанмен, тағы да басқа бауырларымен 67 жасында ерлікпен қаза болады. Осы соғыста аман қалған ұлдары Балық пен Үдербай тірі қалған бауырлары мен отбасыларын алып, неше ай жол жүріп, қаншама қиындықты бастан өткеріп, туған жерлері Торғай даласына қайтып келеді. Кейін Амангелді дүниеге келгенде, хан Кененің осы құрметті атауларын еске алып, Аманкелді деген есім берген екен. Иман ата мына 500-нің ішінде жатыр. Мұңайтпас ата да осының ішінде. Мұңайтпас тосын деп Қажымұқан атамыз. Қажымұқан ата кезінде мына қырғыздармен күресіп, біраз мал ұтып, біраз ақша ұтып, осы жерге келіп, осы жерде Балтақбай деген ата болған екен. Сол атаға аманаттап табыстаған екен, ақша тастап, біраз малын тастап, осы жерде менің атам жатыр, басына тас қойды. Бірақ та Балтақбай атам аманатын орындай алмай қалған екен. Кейін сол апам Балтақбай атам менің нағашым болады деп айтып отыратын. Сол кісінің аманаты қарыз болмасын деп ана тұрған мүсін тас тұр ғой, мүсін тас. Сол тас. Иесі қазақ жата жастана оқыған Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер романында Иман Дулатұлының батырлық бейнесі ерекше аталып өтіледі. Ғалым Қаныш Сатпаев та 1989 жылы ғылым және мәдениет мақаласында Иман батыр мен Амангелді туралы айта отырып, Бегімбет тұқымы Қыпшақ руының ең жақсы жауынгерлік салтын тура сақтап, дамытып отырды деп жазады. Міне осындай батыр бабалардың еңбегін ескерусіз қалдыру тарихқа қиянат жасаған болар еді. Сол себепті де Қостанай, Торғай, Астана, Жезқазған, Қарағанды өңірлерінен шыққан еріктілер батыр аталарының рухына тағзым ету үшін Көсемкөк 245 атты автожорық ұйымдастырып, Иман батырдың соңғы шайқасы өткен қасиетті мекен Қырғыз жеріндегі Кекілік Сеңгір аңғарына барып, батыр бабалар рухына арнап, Майтөбеге белгі орнатып, дұға бағыштап, шағын ас беріп келді. Бұл шараға сол шайқастан аман қалып, елге оралмай, Шу жерінде қалған аталардың ұрпақтары да келді. Құлақ
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Астана төрінде де үлкен дастархан жайылды. Асқа еліміздің әр өңірінен батырдың ұрпақтары, тарихшылар, журналистер, елге белгілі тұлғалар қатысты. Осы іс-шарада қиын қыстау заманда қаймана қазақтың текті ұрпағы жан-жаққа тардай шашырап кетсе де, қанмен келген қазаққа рух пен болмысының әлі де болса жоғалмағанын көрсетті. Дана халқымыз ұрпағыңмен мың жаса деп бекер айтпаған екен. Артындағы ұрпағың саналы, салиқалы болса, елің үшін атқарған еңбегің еленіп, атың мәңгі өшпейтініне осындай маңызды іс-шаралар өтілгенде көзің жете түседі. Осы күні Майтөбенің басынан топырақ бұйырып, 5 батырмен шейіт болған батыр баба Иман Батыр 178 жылдан кейін ұрпақтары жұдырықтай жұмылып, сонау қырғыз еліне барып, ескерткіш белгі қойылатынын білді ме екен? Есті адам ескісін іздейді, ер есімі ел есінде. Мұндай игілікті шаралар әлі де жалғасын таба бермек. Қазақтың әр баласы туған тегінің кімнен, қайдан тарағанын білуі тиіс екені өз алдына. Ұлан байтақ жерімізді қасық қаны қалғанша қорғап, жаумен алысып жүріп, тұтас бір әулеттің ата-бабасы мерт болған қанды жорықтардағы бабалар ерлігі ешқашан ұмытылмауы тиіс.